Ақша аударудың ең қарапайым жолы бұл банк қосымшасын қолдану. Бірінші осы Жусан банктің қосымшасын ашамыз. Мой банк деген жерді басамыз, немесе менің банкім деп тұрады. Әрі қарай платежный карта деп тұрады, осыны басамыз. Әрі қарай бізде осындай бөлім ашылады. Бұл жерде бізге керегі тек қана банк картасының номерін көшіріп алу. Банк картасының. Осы көздің иконкасын басамыз, сол кезде бізде мына жерде барлық номер көрінеді және CVV код та көрінеді. Егер үстін басатын болсақ, буферге осыны көшіріп алады, яғни мынаны жаттамай ақ үстін басып кейін вставить ете салуға болады. Әрі қарай Каспийдің приложениесін ашамыз, переводы деген жерді басуымыз керек. Карта другого банка дегенді басамыз. Одан кейін шотты таңдаймыз, өзіміздің шотымызды. Әрі қарай жаңа көшіріліп алған номерді осы жерге қоюымыз керек. Мына жердің үстін басатын болсаңыз, вставить деген бір батырма шығады, басқан кезде осы номер автомат түрде осы жерге қойылады. Себебі біз оны көшіріп алдық. Қажет сумманы жазамыз. Комиссия минимум 200 теңге. Каспийдің өзінің комиссиясы бар, қателеспесем 0.95%, бірақ ол минимум 200 теңге. Егер 50 мың аударатын болсаңыз, ол 200 мың теңге болмайды, 200 теңге болмайды, ол үстіне тағы қосылады. Сумма көбейген сайын комиссияда көбірек болады. Әрі қарай екінші бөлім шығады. Бұл жерде бізде қанша сумма аударып жатырмыз, комиссия мына жерде көрсетіледі. Егер 100 мың теңге болатын болса, комиссия мына жерде басқаша болады. Сонда ескеру керек. Общий сіздің шотыңыздан қанша алынады, сол сумма шығады. Подтвердить и списатты басқаннан кейін сол сумма жаңағы банкке жіберіледі. Мына көрсетілген шотқа жіберіледі. Жаңа айтып кеткеніміздей, банктен банкке ақша аудару телефон приложениесі арқылы, бұл жерде комиссия бар. Ал енді қалай комиссиясыз аударуға болады? Ең қарапайым жолы арнайы терминалдарды қолдану. Мысалға, Жусан банкке барасыз, осы терминал арқылы ақшаны шешіп алуыңыз керек. Айына 300 мың теңгедей, егер Жусанның терминал болса, ал басқа банктің терминалы арқылы алу айына 200 мың теңгедей комиссиясыз. Әрі қарай комиссия бар. Ол соны аласыз ешқандай комиссиясыз, одан кейін басқа банктың терминалына барасыз. Мысалға, Каспий. Осы Каспийге ақшаны салсаңыз болады. Салған кезде де, алған кезде де жалпы терминалда бұл айына 200-300 мың теңгеге дейін тегін. Немесе мына осы банкоматтан аласыз, терминалдан, то есть одан кейін мына терминал арқылы өзіңіздің шотыңызға ақша салсаңыз болады. Бұл ешқандай комиссиясыз және тегін.